Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге козинаки үшін әзірленетін үлпілдек күріштің рецептісімен бөлісемін. Бұл үлпілдек күріштен сіздер видеоның басындағы көрсетілгендей печеньелер жасасаңыздар болады. Немесе бал қосып араластырып, осындай суреттегідей формаға келтіріп жасауға да болады. Бірақ біздер дастарханға жай өзін ғана тарелкаға салып қоямыз. Балалар өте жақсы көріп жейді. Ең алдымен бір кесе күрішті ыдысқа салып, жақсылап 3-4 рет жуып аламыз. Мен басмати күрішін пайдаландым, өйткені бұл басқаларға қарағанда ұзындау әрі крахмалы аз болады. Таңертең сағат 10-да жылы суға жібітіп қойдым. 4-5 сағаттай жібіп тұрды. Одан кейін суын сүзіп аламыз. Басқа ыдысқа салып, үстінен су құйып, отқа қоямыз. 3 шай қасық тұз саламыз. Қайнап бастаған кезде 1-2 жеп көреміз. Жұмсақ болса болды. Оттың астын өшіріп қоямыз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Тағыда суын сүзіп алып, жайып қоямыз. Мен бір күнге үйге құрғатып қойдым. Егер сіздер асығыс болсаңыздар, духовкаға салып шығарсаңыздар да болады. Ертеңіне тағыда жарты сағаттай күнге қойдым, жақсылап құрғау үшін. Табаға май құйып бірінші қыздырып аламыз. Кейін орташа отта күріштерімізді қуырып аламыз. Қағаз сүлгін үстіне қоямыз. Міне дайын болды. Видео ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.